Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бұл видеода мен осы бір қамыр илейтін аппаратты Pinduoduo сайтынан алатын болса, қанша теңгеге шығады, соны есептеп көрейік. Бұл аппараттың қамыр илегішіне 2 килограмм ұн сияды және ұнды 12 түрлі қылып шығарып беретін насадкалары бар. Бұның бағасы бізде насадкаларына байланысты болады. Қазір сіздерге осы аппаратты Pinduoduo сайтына кіріп есептеп көрейік. Неке Pinduoduo сайтынан іздедім. Бізге бірнеше магазиндегі осы аппараттарды шығарып берді. Так, арасында енді сатылымы ең көп болған магазиннен қарап көрейік. Так, не жерде 933 сатылымы болған. Так, астына қарай тағы не жерде 48, 543. Так, кішкене сатылымы көбірек. Жақсы магазиннен қарап көрейік. Мінекей мына тұрған магазинде сатылымы көбірек екен. Давайте осы товарға қалдырған отзывтарды бірге қарап көрейік. Так, мына жерде біз астына қарай түссек, осы товарға қалдырған отзывтарды көреміз. Так, не жерде видео мен отзыв қалдырған екен, соны ашып көрейік. Қамыр илегіші элеватор. И так, не жерде минутқа қойып қойсаңыз болады екен осы товарды. Бұлай нормально илеп шығарып отырған сияқты. Астына қарай тағы көрейік. Не жерде насадкаларын фотоға түсірген екен. Мына жерде алты насадка. Так, мынакісі алты насадкасымен алған сияқты. Негізі өзінде 10-12 сондай насадкалар болады. Енді осы отзывтарын оқып көрейік. Неде жазған? Так, бізде осыны аударып берді. Қазір үстіне сызып, кәдімгідей сақ-сақ емес, үлкендеп көрсетейін. Машина для. Мінекей осы товарға қалдырған отзыв, не жерде өздеріңіз көріп тұрғандай, жақсы отзыв жазған. Соответствует дейді описание, яғни ана жерде қалай жазып тұрса, тура сондай болып келген деп тұр. Енді довольный клиент. Енді біз недовольный клиенттердің отзывы бар ма, соны қарап көрейік. Не жерде астына тұрғанды бассаңыздар, осы жерде шығу керек. Егер осы магазинге осы товар туралы отрицательный отзывтар дейді ғой, сондайларды басқа магазиннен қарап көрейік. Может быть, бар шығар. Не жерде де жоқ, негізі отрицательный отзывтар сұры болып тұрады. Так, живой видеосы бар екен, соны қарап шығайық. Қамыр илегішіне, ана жерде қамыр илегішіне 2 килограмм ұн сияды делінген болатын. Так, бір илегенде 2 килограмм ұнды толық илеп, осылай лагманға неге өте ыңғайлап шығарып береді. Так, насадкалары. Мінекей. Енді живой фото видеосы осы товарға өте көп. Астына қарай осы товардың весін көрейік. Не жерде 4 килограмм деп көрсеткен екен осы товардың салмағын. Несімен, упаковкасымен примерно 5 килограмм шығады деп есептейік. Енді бізде менде хит карго $5 ол қазіргі курспен 2439 теңге, енді 2440 теңге деп есептей беріңіз. Сонда 5 килограммға 12200 теңге төлейміз. Плюс өзінің бағасы бар. Қазір өзінің бағасын сіздерге есептеп көрсетемін. Қазір өзінің бағасы бізде 395. Не жерде 2 алсаңыз 787 деп тұр, не жерде 395. Әр магазинде әр түрлі. Мен енді не жерде бірінші тұрғанда қарай салдық. Не жерде 395 юань. Енді осы 395 юаньда конверті деген осындай программа бар. Сол жерге 398 комиссиясымен 25600 теңге деп есептегенде 25502 теңге деп тұр. Енді жаңағы 25600 плюс 12200 теңге доставкамыз бар. Сонда бұл бізде, мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, осы аппарат бізге келуімен 38 000 теңге шығады.
Жалпы бұл тауардың рекламасын инстаграмнан, фейсбуктан 1045 көрген болатын, бірақ нақты бағасын сол күйі көрген жоқпын. Енді Pinduoduo сайтынан есептеп көргенде 38.000 теңге шықты. Сіз осы товардың бағасын Қазақстаннан қанша теңге көрдіңіз, комментарияға жаза кетсеңіз болады. Және осы видео сізге ұнаған болса лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше.